Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен трендте жүрген эскимо десертінің рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай және де қонақ күткенде де өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнамнан алыстамай видеоны соңына дейін қараңыздар. Эскимо десертін дайындау үшін ең алдымен бисквит пісіріп аламыз. Өзіңіз ұнататын кез келген бисквитті қолдансаңыз болады, немесе менің YouTube арнамда екі түрлі бисквиттің рецептісі бар. Төменге сілтеме ретінде қалдыратын боламын. Сол бойынша өтіп жасасаңыз болады. Менде шоколадты шифоновый бисквит. Бұл өте нәзік және ылғалды бисквит болғандықтан үгіту оңай. Егер сізде блендер болмаса, осылай қолмен үгітіп алсаңыз болады. Мен барлық бисквиттерімізді осылай блендердің көмегімен үгітіп алдым. Енді үстіне сапалы қойылтылған сүт, яғни сгущенка құятын боламыз. Алғашында осылай біз қасықпен араластырып аламыз, кейін қолымыздың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Нәтижесінде бізде осылай қысқан кезде бірігетіндей масса болып шығуы қажет. Дайын болған массамызды осындай эскимо дайындайтын арнайы формамызға толтырып шығамыз. Осылай толықтай салып шыққаннан кейін балмұздақ таяқшаларын түйреп шығамыз. Осылай таяқшаларымызды толықтай салып шыққаннан кейін мұздатқышқа қатқанша қоямыз. Егер сізде эскимо десертін дайындайтын силиконды форма болмайтын болса, дәл осы әдісті қолдансаңыз болады. Барлығын осылай дөңгелек формасына келтіреміз. Қолымызбен қысып, осындай стаканның көмегімен шеттерін дөңгелек етіп тегістесеңіз болады. Және де ортасына таяқшамызды орнатамыз. Ешқандай да форманың қажеті жоқ, осы күйінде қатырсаңыздар болады. Нәтижесінде бізде осындай әдемі эскимо түрі шығады. Егер сізде балмұздақ таяқшаларда болмайтын болса, онда дәл осы десертті картошка түрінде жасасаңыз болады. Яғни дәл сондай дәмі де, түрі де барлығы сәйкес, тек қана формасы өзгерген түрде жасасаңыз болады. Яғни осылай алақанымыздың ортасында қысамыз, құрт секілді етіп жасап шығамыз. Яғни картошка десертіне ұқсайды. Осылай жасап, осы күйінде қатырамыз. Барлығын осылай жасап алып, мұздатқышқа 1,5 сағатқа қоямыз. Шоколадты глазурь дайындаймыз. Шоколадымыздың үстіне сұйық майымызды құйып,
және де микротолқынды пеште ерітеміз, ысытпаймыз. Және де осылай еріген шоколадымызды жақсылап біркелкі массаға келтіреміз. Егер сізде микротолқынды пеш болмаса, онда су моншасында яғни ертсеңіз болады. Қатқан десерттерімізді аламыз. Менде 1 сағаттан артық уақыт кетті. Мұздатқыш әртүрлі қатырады. Соған қарай өзіңіз қарайсыз. Өзіңіздің мұздатқышыңыздың күшіне қарай десерттің қату уақыты ұзарады, не қысқарады. Осылай шоколадты ертіп алғаннан кейін стаканымызға ыңғайлы болу үшін құйып алып, соған батырып, және де пергамент төселген қағазымыздың үстіне қоя береміз. Барлығын осылай эскимо десертін шығарып алып, формадан біртіндеп шоколадқа батырып аламыз. Бұл жерде бір ескеретін нәрсе шоколадтың ыстық болмауы. Яғни егерде шоколад ыстық болатын жағдайда, осылай батырып алғаннан кейін шоколадыңыз қатқанша ағып кетуі мүмкін. Сондықтан осы мәселеге мән беру керек. Шоколадтың температурасы 35-40 градус болса жеткілікті. Дөңгелек формасында жасаған эскимо десерттерінде дәл осылай шоколадқа батырып шығамыз. Ешқандай да таяқшасы жасалған десертімізге зубочисткамызды түйреп, осылай шоколадқа батырып аламыз. Мұздатқыштан шыққандықтан шоколад бірден қатады. Енді осының үстіне шоколадпен әрлесеңіз болады. Мен ыстық суға плиточный шоколадты ерітіп алдым. Ыстық суға кондитерлік қаптың ішіне салып, осылай ерітіп алдым. Ақ шоколадты қолдансаңыз болады, немесе осындай қара шоколадты қолдансаңыз болады. Эскимо десертін әрлеу үшін әртүрлі өзіңізде бар қолжетімді заттармен әрлесеңіз болады. Менде бұл жерде ұсақталған арахис және миндальный слайсы және де моншақты присыпкаларды қолданған болатынмын. Және де бірден ескеретін нәрсе, шоколадты құйғаннан кейін бірден присыпканы жабыстыру қажет. Әйтпесе шоколад бірден қатып қалады және де үстінде присыпкалары жабыспай қалуы мүмкін. Міне біздің эскимо десерті дайын болды. Өте ерекше, әдемі көрінетін, қонақ шақырғанда да өте әдемі көрінетін десерт түрі. Ортасы осындай болып шығады. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.